Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоршаған ортаның жағдайын бақылау мен қорғау пәні бойынша атмосфералық ауаны тік зондтау атты тақырыбымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты атмосфералық ауаны зондтау әдістерін талдау, қоршаған орта қадағалау жалпы мемлекеттік қызметіне сипаттама беру. Күтілетін нәтиже қоршаған орта қадағалау жалпы мемлекеттік қызметіне сипаттама береді. Атмосфераның беткі қабаты 100-200 метр биіктікке дейін орналастырады және оған жер беті қатты әсер етеді. Қабаттың жоғарғы шекарасы жер бетіндегі температура инверсиясының, радиациялық тұманның, түтіндердің жоғарғы шекарасына сәйкес келеді. Қабаттың биіктігі туралы ақпаратты ірі мегаполис жағдайында ластаушы заттардың таралу жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Қазіргі атмосфералық радиобақылау құралдарын қолдана отырып, жер қабатының биіктігін анықтау мүмкін емес. Ол үшін аэроұтқыр платформаларында қайта пайдалануға болатын метеорологиялық зондтарды пайдалану ұсынылады. Метеорологиялық зонд атмосфералық қысымды, температура мен ылғалдылықты өлшеуге мүмкіндік береді. ASP8266 микроконтроллерінен уақытты синхрондау және деректерді сақтау жүйелерінен BMA280 және DHT22 сенсорларынан тұрады. Датчиктер пластикалық корпусқа орналастырылады және метеорологиялық зонд ұшқышсыз ұшу аппараттарының төменгі бөлігіне бекітіледі. Дронды пайдалану атмосфераланың қабатындағы температура мен ылғалдылықты өлшеуге мүмкіндік береді. Өлшеу нәтижелері микро-CD картасына жазылады және микрозондты қайтарылған кейіннен өңделеді. Уақытты синхрондау интернет арқылы жүзеге асырылады. Құрметті студенттер, осы және де қосымша әдебиетті сіздер келесі әдебиет тізімдерінен ала аласыздар мәліметті және келесі интернет ресурстардан ала аласыздар. Келесі бағалау критерийлерді ескере отырып, Платонус платформасындағы Word документінде берілген тапсырмаларды орындап, платформаға жүктеулеріңізді сұраймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.